Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай өте дәмді әрі тойымды болып шығатын корей салатының рецебімен бөлісемін. Бұл салатты жасау үшін ең алдымен бір үлкен капустаны алып, ірі-ірі етіп бөлеміз. Дәл осылай етіп капустаның сыртқы қабықтарын ірі-ірі етіп төртбұрыштап немесе үшбұрыштап бөліп шығамыз. Туралған капусталардың ара-арасын қолымызбен ашамыз. Дайын болып туралған капусталардың бетіне аздап тұз сеуіп, қолымызбен басамыз. Келесі кезекте бір сәбізді жуып тазалап, оны корей күшінен өткіземіз. Достар, менің каналымнан дәл осындай көптеген рецептерді таба аласыз. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Бір болгар бұрышын дәл осылай ұзын-ұзын етіп ұсақтап тураймыз. Бұрыштың барлығын ұсақтап турап болғаннан кейін, алдын ала қызып тұрған майда 1-2 минуттай қуырып аламыз. Бұрышпен бірге үккіштен өткізілген сәбізді де 1-2 минуттай қуырып аламыз. Сәбіз бен бұрышты езіліп кетпес үшін өте көп қуырмаймыз. Дәл осы уақыт аралығында бір қиярды алып, оны да жіңішкелеп, сақиналап, ортасынан бөліп ұсақтап тураймыз. Өз қалауыңыз бойынша қызанақ та қосуға болады. Ұсақтап турап, алдын ала дайындап алған көкөністерді ыдысқа салып, келесі кезекте 2 бас чеснокты үккіштен өткіземіз. Достар, дәл қазіргі уақытта капустаның көктеп шығу сезонында міндетті түрде осы салатты жасап көріңіз. Келесі кезекте дәмдеуіштерді қосамыз. 1 шай қасық паприка және 1 шай қасық кинза, 1 шай қасық орегано мен қызыл бұрыштан аздап қосамыз. 2 ас қасық қант және де жарты шай қасық тұз қосып араластырамыз. Мен дәл осындай 6% алма уксусын қостым. Барлық дәмдеуіштерді қосып болғаннан кейін, сұйық майда алдын ала қыздырып, 3 ас қасықтай қостым. Барлығын қосып болғаннан кейін, жақсылап араластырып, бетін жауып салқын жерге 2 сағатқа қойып қоямыз. Достар, осымен салат дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.